Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді, жұмсақ табада гриль дайындайтын боламыз. Ең оңай жасалу әдісі, оның үстіне картоптары да, еті де өте жұмсақ болып шығады. Қолыңыз тимеген кезде араластырып табаға сала қойсаңыз, кешкі асқа да, қонақтарыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен 1 кг картопты алып, жақсылап жуып тазалап, осылай бөлікшелерге бөліп аламыз. Үстіне 2 ас қасық паприка, майонез, қара бұрыш, тұз, сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Дәмдеуіштеріміз осылай барлық бөлігіне біркелкі етіп араласатындай етіп, жақсылап араластырамыз. Енді тауықты маринаттайтын боламыз. Осылай тауықтарды жақсылап жуып алдық. Енді маринатымыз ортаңғы бөліктеріне сіңу үшін, еттің дәмді болу үшін осылай пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Барлық тауықты осылай пышақтың көмегімен өте қатты етпей кесіп шығатын боламыз. 2-3 сағатқа қойып қоюдың қажеті жоқ. Бірден дәмдеуіштерін қосқаннан кейін жақсылап араластырып, бірден пешке сала берсеңіздер болады. Енді тауыққа паприка, тұз, қара бұрыш, майонез және де 1 ас қасық томат, егерде томат болмаған жағдайда кетчуппен алмастырсаңыздар болады. Енді осы дәмдеуіштерді тауығымыздың бүкіл бөлігіне жететіндей етіп, жақсылап ысқылап шығамыз. Тауықтарымыздың барлығына осылай жағып алғаннан кейін маринатты тапамыздың астын майламаймыз. Тапаның үстіне картоптарымызды қойып шығамыз. Картопты табамызға тегістеп, бір-бірінің үстіне қалмайтындай осылай жайып, жақсылап орналастырамыз. Қалған маринатты осылай беткі бөлігіне мен сияқты сеуіп шықсаңыздар болады. Жұмсақ, сондай нәрлі болу үшін. Тауықтың да маринатын егерде ыдыста қалып қоятын болса, осы тауықтың беткі бөліктеріне жағып шықсаңыздар болады. Табамыздың беткі бөлігін фольгамен орайтын боламыз. Осы фольгада 60 минуттай 1 сағаттай пісіреміз. 1 сағаттан кейін фольганы алып тастап, беті қызарғанша жарты сағаттай ұстаймыз. Еттеріңіз сондай жұмсақ, сондай дәмді, өзінің сөліне өзі пісетін болады. Тауықты пештен шығарып, фольганы алып, қайтадан жарты сағатқа қойдық, беті қызарғанша. Мінекей өте дәмді тағамыз пісіп шықты. Қолыңыз тимей жатқан жағдайда барлығын араластырып пешке салсаңыздар, осылай өзі пісіп шығады. Өте дәмді ас болсын, жасап көріңіздер.